Қайырлы күн достар, сіздерге өте әдемі, дәмді, пайдалы салаттың рецебін ұсынамын. Кез келген дастарханды жайнатып, қонақтарды таң қалдырады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен черри қызанақтарын жақсылап жуып, екіге бөліп тураймыз. Черри қызанақтары әдемілік үшін, егер черри болмаса, кәдімгі қызанақпен алмастырыңыз. Қызанақтың үстіне тұз себеміз. Енді фитакса деген ірімшікті 4 бұрыш етіп тураймыз, видеода көрсетілгендей. Шамамен 2-2 см болатындай етіп тураймыз, қатты майдаламаңыз. Менің каналымда брынза ірімшігін қалай үй жағдайында оңай жасауға болатыны туралы видео бар. Қазір экранға сілтемесі шығады, сол арқылы өтіп қарап алсаңыздар болады. Және де каналымда басқа да салаттардың, тәттілердің, ыстық тағамдардың рецептері бар. Қарап өтіңіздер, керек болып қалар. Енді салаттың соусын жасаймыз. Ол үшін видеода көрсетілген соустар қажет болады. Барлығын араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша кисло-сладкий соус қоссаңыздар да болады. Енді барлығын біріктіріп жақсылап араластырамыз. Егер де соусы көбірек болсын десеңіздер, онда бір ас қасықтан өлшеп қосыңыздар. Мен шай қасықпен өлшеп қостым. Осындай әдемі, дәмді соус шығады. Енді салатымызды жасаймыз. Ол үшін тарелкаға рукколаны әдемілеп салып шығамыз. Егер рукколаның ұзын болған қаламасаңыздар, онда пышақпен 2-3 бөлікке бөліп алыңыздар. Енді үстіне әдемілеп фета ірімшігі мен черри қызанағын қойып шығамыз. Енді соустың жартысын үстіне құйып шығамыз. Тағы да үстіне рукколаның қалғанын қойып шығамыз. Жаңағы процесті тағы да қайталаймыз. Фета ірімшігі мен черри помидорын қойып шығамыз. Енді кедір жаңғағын қуырамыз. Ол үшін сковородканы қатты қыздырамыз, қатты отта. Май құймаймыз. Кедір жаңғағын араластырып отырып, сәл қызарғанша видеода көрсетілгендей етіп қуырып аламыз. Кедір жаңғағын қуырмай қоссаңыздар да болады, бірақ қуырған кезде дәмі ерекше дәмді болады. Кедір жаңғағының орнына тыквенный семечки қоссаңыздар да дәмді болады. Салаттың үстіне қалған соустың барлығын құйып шығып, үстіне кедір жаңғағын салып әдемілейміз. Міне достар, салатымыз дайын болды. Өте әдемі, эффектный, дәмді, кез келген дастарханды жайнатып, қонақтарды таң қалдырады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Назым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын. Рахмет.